Сәлеметсіздер ме? Павлодар қаласының номер 49-шы арнайы сәбилер балабақшасының тәрбиешісі Асенова Асия Дүйсенбаевна боламын. Бүгін мен сіздермен бөлісетін тақырыбым мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық зияткерлік қабілеттерін дидактикалық ойындар арқылы дамыту. Балалардың танымдық зияткерлік қабілеттерін дамытуда бұл ойындар арқылы мектеп жасына дейінгі білім берудің маңызды басты бағыттарының бірі болып саналады. Бұл әдіс баланың сөйлеу, есте сақтау, ойлау, зейін, қиял және логикалық қабілеттерін табиғи әрі қызықты түрде дамытады. Сондай-ақ сөйлеу тілін жетілдіріп, қоршаған ортаға туралы түсініктерін кеңейтіп, өз бетінше шешім қабылдауға үйретеді. Қызығушылықтарын арттырып, белсенді әрекетке түсіп, жаңа білімді жеңіл әрі тез меңгереді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Бізде қазір қандай жыл мезгілі? Көктем мезгілі тамаша. Ауа райы жылынып, тамаша ауа райы болып тұр, иә? Мен сендерге жыл мезгілдеріне байланысты мынандай тапсырма беремін. Міне, Рамина, әр жыл мезгілдерін тауып, өз ұяшықтарына орналастырыңдар. Қане, кім бірінші тапсырманы орындайды? Қане, табамыз. Жыл мезгілдерін орналастырамыз. Иә, тамаша. А вот туда? Нет, Абдукарим. А вот так? Папа, я могу так знать. Тамаша. Да? Я. Хопа. А это? Жарайсыңдар. А это тут. Хопа. Рамина тамаша, бірінші орналастырды тамаша. Ала былай санали, дұрыс санали, аха. У меня нету синий. Папа, я забыла делал. Абдукарим тамаша. Папа, абука. Дұрыс, Расул, дұрыс. Апа! Біреу қате кетіп қалды, иә? Это похоже жиі. Иә, міне, мұнда кетіп қалды біреу. Аха. Это не подойдет. Міне, Асанай сенікі орнына қой. Аха. Расул біреу сенде жұмалып қалды, иә? Дұрыс. Міне, Абдукарим сенде күз мезгілі шықты, Рамина сенде жаз мезгілі, Расул қыс мезгілі, иә? Ал Асанай сенде қандай мезгіл шықты? Қандай мезгіл балалар? Көктем мезгілі шықты. Тамаша, жарайсыңдар. Мына қарайды. Балалар, бұл бізде оюмен безендірілген алаша. Біз мына кубикті лақтырып, қандай ою өрнегі шықты? Сол ою өрнегімен секіріп барып, артқа сол ою өрнекпен қайтамыз. Қане, Рамина, сен баста. Еліне келіп қалдық. Ал насыл сандықтың ішінде көптеген жұмбақтар жасырылған, тапсырмалар берілген. Қане, Рамина, сен басқашы, қане, кубикті лақтырып, сыр сандықтың ішіндегі тапқан немізді қараймыз. Ала бай. Қане, көрейік. Ұлттық ойындарды ата, балалар. Қандай ұлттық ойындарды білеміз?
Рамина, көрсетші қане. Қыз қуу. Келесі. Бәйге. Тамаша. Келесі. Тағы да қандай ұлттық ойындарды көреміз қане. Асық ату. Тамаша. Тағы да асадақ ату. Тамаша. Жарайсың, Рамина. Қане. Келесі Расул. Кубикті лақтырамыз. Лақтырамыз. Ал енді көрек сенің сыр сандығында не жасырылған? Қане. Көрек. Қандай ұлттық аспаптарды білесің? Қане қайталаймыз. Қандай ұлттық аспаптар? Домбыра. Барабан, тамаша. Сыбызғы. Тағы да қандай аспаптар жасырылған? А это что это за дыра такая? Мешік. Келесі. А это с этим щебень. Қобыз. Тамаша, Расул. Келесі. Асанали. Сен лақтырады кубикті. Қане лақтырамыз алдымен. Кубикті лақтырамыз. Ал енді қане көрейік. Не жасырын? Қане балалар тыңдаймыз. Қазақ халқының ұлттық киімдерін білесіңдер ме? Қандай ұлттық киімдері бар? Қане Асанали тексерейік. Алып шыға ғой суреттерін. Қане көрсетші бізге. Бұлай көрсет. Бұл не балалар бізде? Кимешек. Мынау не, Рамина? Қандай кимешек? Қазақ көйлек. Мынау не? Етікше, Расул. Сәукеле. Тамаша, Рамина. Енді қане Абдукарим лақтыр кубикті. Ал көрейік Абдукарим санкшасында не жасырылған? Ұлттық бұйымдармен танысайық, Расул. Қане, қандай ұлттық? Мынандай үйлерінде бар ма сендердің әжелердің үйінде? Осындай сандық бар ма, Рамина? Бұл не бізде? Сандықша. Мынау не, Рамина? Сырға. Не понимаю. Балалар, бұл бізде, мына қағаздың ішінде жасырылған аңдар, жануарлар бар. Біз бұны қазір телефон арқылы дауысын естіп табамыз. Что там есть внутри? Ішінен қараймыз міне. Пока әлі ашпаймыз. Қазір кім табады екен? Ашпаймыз. Қазір бірінші Абдукаримдікін тексереміз. Мұнда назар аударамыз, балалар. Балалар, мұнда қараймыз міне. Абдукаримді қараймыз міне бұлай. А меня прям Қазір тексереміз. Ненің дауысы? Волк дұрыс. Қасқыр, қане ашып көрші. Дұрыстапты ма, балалар? Е? Тамаша. Ал енді Рамина қазір біз сенікін қалып көрейік. Қандай Рамина табалам екен? Қане? Рамина қане? Қазір табамыз. Ненің дауысы қане? Ашып көр. Қойдың дауысы, я? Қой мен қозының дауысы. Ал енді Расул сенікін көреміз. Ната, я не буду смеяться. Қазір Расулдыкін көреміз. Тихо. Белка. Жоқ, ненің дауысы? Қоян. Тамаша, қоян дауысы. Келесі. Асаналидікін көрейік. Это только. Асаналидікін көреміз. Ал қане, тыңдаймыз. Ненің дауысы? Моса. Иә, ақ жылқының дауысы. Тамаша. Дәл таптыңдар, жарайсыңдар балалар. Этим. Балалар, мұнда қараңыз. Бұл бізде сандардың астында жасырынған пішіндер шығады, шеңбер. Осы шеңбердің үстінде мен сендерге мынадай
карточка таратамын, осы карточкалармен біз қазір жұмыс жасаймыз. Қане. Меня брать. Рамина, мне. Сенің карточкаң осымен, осы сандардың үстінен жүргізе отырып, пішін шығарамыз. Міне, Абдукарим, Жұлдыз, тамаша. Расыл, сенде қандай пішін шықты? Үй шықты, иә? Ал Асанави сенде қандай шықты? Үш бұрыш шықты. Тамаша, ары қарай жалғастырамыз. Білесіңдер ме? Тамаша. Ал дүкенде не сатылады? Дүкенде азық-түліктер сатылады, керек жарақтар, және де сондай-ақ ойыншықтар дүкені бар. Сендер көбінесе дүкенге не алуға барасыңдар? Аналар мен тәтті алуға барасыңдар, киім-кешек алуға барасыңдар, ойыншық алуға барасыңдар. Дұрыс па? Бүгін біз сендермен адалдық дүкеніне барамыз. Ол дүкеннің ерекшелігі неде? Ол дүкеннің ерекшелігі онда дүкенші болмайды. Біз өзіміз барып онда карточкалармен, жетондармен барып, өтіп, өзімізге керек жарақтарды адал, әділ және жауапкершілікпен өзімізге аламыз. Ол дүкенде біз тәртіп сақтауымыз керек. Жауапкершілік, заң барлығын орындауымыз керек. Ендеше ол дүкенге барамыз ба? Да. Ал жүріңдер, барлығымыз сол дүкенге барамыз. Қорытындылай келе дидактикалық ойындар баланың табиғи дамуына ең тиімді құралдардың бірі болып саналады. Ойын арқылы бала еркін меңгеріп, өз қабілеттерін толық аша алады. Сондықтан тәрбиеші әр сабақта ойын элементтерін байытып, баланың қызығушылығы үшін қолдап отыруы қажет.
назарларыңызға рахмет.